бақыттысыз. Ол 38 жасында әдемі әйел еді. Кезінде өмірлік жолдасы сияқты ол да әскери қызметте болатын. Осыдан бірнеше ай бұрын бір жол апаты салдарынан өмір бойы көз көрмейтін зағип болды. Жолдасы операциядан кейін әйелінің көздері көрмейтінін естігенде оны ешқашан жалғыз тастамайтын, аяғына дейін қолдау көрсетемін деп өз-өзіне сөз берді. Күндер өткен сайын ол күйеуіме жүк болдым, ауыртпалық салдым деп ойлай-ойлай көңіл-күйі күннен-күнге нашарлайды. Күйеуім болса әйелінің осындай күйде болған мұңаятын. Тез арада оны депрессиядан шығару керектігін ойлайды. Өйткені жас әйел күннен-күнге өзімен өзі болып ешкіммен сөйлескісі келмейтін, ешқайда шыққысы келмейтін тұйық мінезді болады. Әйеліме қалай көмектесем екен деп жолдасы көп ойланады. Ақыры ескі жұмыс есіне түсіп, әйелінің тез арада қайта жұмысқа кірісуіне көмектеспекші болады. Бірақ кішкентай нәрсеге ренжіп қалатын, тез жылап қалатын, үйде көңілсіз отырғысы келетін әйеліне оны қалай айтсын? Бір күні бар батылдығын жинап, енді әйелінде жұмыс істеу керектігін айтады. Әйелінің үрейі ұшады. Мен соқырмын, білмеп пе едің? Қалай жұмыс істей алады дейсің мені? Деп қатты ашуланады. Жолдасы оған қолғабыс болатын, таңертең жұмысқа, кешкісін жұмыстан өзі апарып тастайтынын айтады. Әйел үмітсіздікпен келіседі. Өйткені күйеуін жақсы көретін және оны ренжіткісі келмейтін. Осылай жұмысқа бірге барып, жұмыстан бірге қайтатын. Көңіл күйі жақсара бастаса да, ол бұрынғыдай әлі шат-шарқыман емес еді. Күйеуі де осыны жақсы білетін. Бір күні, жұмысым көп, енді сені апарып келе алмаймын. Өзің барып үйленуің керек дейді. Әйел ешқайда бармайтын, далаға жалғыз шығуға қорқатынын айтып жылайды. Бірақ кейін осыған да келіседі. Енді аялдамаға дейін өзі барып автобусқа отырып жұмыстан да өзі қайтатын болады. Осылай бір ай өтеді. Бір күні автобусқа отыра бергенде шопыр «Қандай бақыттысыз?» деген естиді. Өзіне айтылған түсінген кезде «Неге?» деп сұрайды. Шопыр «Өйткені сізбен бірге үнемі жолдасыңыз келіп автобусқа мінеді де артыңыздан сізге үлкен мейірмен қарап отырады. Сізден бұрын автобустан шығып, сіздің аман шығуыңызды, сосын бағдаршамнан аман өтуіңізді қадағалап жүреді. Сіз офиске кірген кезде сізге дейін қолғабыс беріп, артыңыздан қалмай жүреді» дейді.